Армысыз, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Ерлан Раимов және де Пұрмұхамед Сыздық. Қонағымызбен таныссақ, Ақтөбе компания жауапкершілігі шектеулі секторының директоры Іздебаев Нұрлан. Қош келдіңіз. Жұмысшыдан бастап жұмыс жасадыңыз. Содан кейін жеке кәсіпкерлікпен кішкене айналыстыңыз. 10 жылдай сот жүйесінде жұмыс жасап, тіпті үлкен судья болып жұмыс істедіңіз. Осының бәрінен кейін сіз қалай үлкен кәсіпкерлікке келдіңіз? 68 жылдың 2 тамызында осы Қызылорда облысы Қармақшы ауданында қазіргі тұрып жатқан мекен-жайым Ақтөбе ауылында дүниеге келгем. Әрине біздің семья, әкем, шешем 11 бала тәрбиелеп өсірген. Ол сол 11 баланың 5-шісімін. 10 жылдық мектепті бітірген бойдан енді көп семьялы болғаннан кейін әрине әкем бір өзі маған енді оқуға түсу дәл сол уақытта бұйырмады. Өйткені алдында ағаларым, тәтелерім оқып жатқаннан кейін мен ол жоғары оқу орнын кейіннен қазір айтып өтерім. Сөйтіп жаңағы өзімнің еңбек жолымды сол Шапаев атындағы отбасымды кім асырайды деп қалдыңыз ғой. Сөйтіп әкемізге көмек болсын деп, сөйтіп 1985 жылдың шілде айының 7-сі күні мен есімде әлі сол ол кезде Чапаев атындағы колхоз болып есептелетін. Басқарма төрағасы Ерназар Сексенбаев деген көкеміз жұмысқа шығыңдар деп. Ол кезде жаңағы шаруашылықта колхоз дейді ғой, ол уақытта колхозда егін шаруашылығы және мал шаруашылығы қоса жүретін. Сол мал шаруашылығына жем-шөп дайындау мақсатында сол қол жұмысшы болып жаңағы пресс дейміз ғой, жаңағы басып шыған соны теуге бардық. Бірақ енді оның адам баласына көп көмек тиеді, өйткені физикалық жұмыс қой ол енді. Пресс көтеру, әдепкі барған кездері пресстің астында құлап жаттық қой, мектеп бітіріп жаңа барған жап-жас боламыз. Кейін бір айдан кейін жаңағы шымыр болып өстік қой. Сол 86 жылы сол ауылда ең қашық жерде бірінші бригаданы көшіріп, сол бригадада күріш сушысы болып жұмысты бастадым. Алдында енді бір жылдай қол жұмысшы болдық. Ол кезде кеңес дәуірінің уақытында жаңағы колхозда жыл 12 ай жұмыс болатын. Өйткені мал шаруашылығымен айналысады. Егін шаруашылығы болатын болса 6-7 айда оның бәрін егіп, дайындығы бар, және жаңағы егуі бар, оны жинауы бар. Күзде аяқталып қалған қыстың күні сол колхоз жұмысшылары жаңағы мал шаруашылығына байланысты. Ол кезде қой да бар, сиыр да бар. Сол әр бригаданы сол мал шаруашылығына бөліп жіберетін. Қыстай соның қорасын, соғасын, астын тазалайсын. Әйтеуір сондай жұмыс, бітпейтін жұмыс енді. Бірақ енді ол кезде 11 ай жұмыс істесең, 12-ші айда жаңағы кезекте еңбек демалысын алатын. Сөйтіп 86 жылы келді. Сол күзінде мен ол кезде әскер қатарына, кеңес дәуірінің уақыты ғой, ол кезде ешкімді қалдырмай бәрін алып кетеді. Сол ел қатарлы өзіміздің қатарымыздан қалмай 86 жылдың күзінде мен кеңес әскер қатарына, енді ол кезде жаңағы азаматтық борышымыз деп есептейміз ғой, сонда барып, бірақ енді оның бір жақсы жері өмірдегі ананың кім екенін, атаның кім екенін, әкенің кім екенін, туған туыс бауырдың кім екенін үйрететін заман. 2 жыл басқа мемлекетті, мысал үшін мен 6 ай Украинада, қазіргі енді шет мемлекет деп есептеледі. Онан кейін Чехия мен Словакияның ол уақытта бөлінбеген уақыты Чехословакияда жаңағы қызметтік борышымды 2 жыл өтеп келіп, сол жылдың декабрь айында әскерден келдім. Февраль айында жұмысқа кірдім ғой, қайттан ауылға колхозшы болып. Содан механизатор болып бастадық. Сол әдепкі қол жұмысқа кірдік. Механизатор бастап, сол комбайнер болдым, күріш ектім, комбайнер болдым. Ол кездегі ең ауыр техника ол кезде есептелетін, пружинасы жоқ, амортизасы жоқ, Т4 деген 6 ай трактор деп айтатын сол кезде. Сол трактордың штурвалына отырып, сол тракторды жүргіздім. Жап-жаспын, әскерден жаңа келген. Онан кейін өмірлік жарым таңдап үйлендім. 91 жылы араға 2,5 жыл салып, әскерден келгеннен кейін. Сол комбайнер болдым. Онан кейін алдында 1 жыл үйленбей тұрғанда комбайнер болғам. Сөйтіп сол бас аяғы 5 жылы комбайн штурвалында отырдым. Соның 3 жылында Қармақшы ауданының чемпионы болдым. Облыста 2-ші орын әрине жаңа егін жинау науқаны, күздіңгі егін жинау науқанына байланысты. Ол кезде 10.000 центнер Енисей комбайнмен бастыру деген үлкен рекордтық көрсеткіш болатын. Мен соны қатарынан 3 жыл бастырып күріш жинадым.
енді ол уақыттар кеңес дәуірінен ыдырап тәуелсіздігін жаңа алып жатқан қиын уақыт, айлық, басқа да жаңа беретін қосымша премиялар, олардың бәрінің жоқ болып жатқан уақыты ғой. Сол уақытта 90 айлық аз ғой. Айлық аз. Оның үсті ақша құнсызданып, Ұзақ уақыт берілмей жатты ғой. Иә, ұзақ уақыт берілмей жатқан. Сол 94 жылдың қорытындысымен ең бірінші жылы 10.000 центтен астық басқанда, ол кезде колхозда қошқар болатын, мүйізі қарағайда 10 қошқар берді, 10.000 центтен астық басқан үшін 10.000 центтерді. Екінші жылы бір үлкен өгіз берді енді. Ол кезде жаңа айттым ғой, шаруашылықта, мал шаруашылығы. Үшінші жылы малдың бәрі азайған кезде, жаңағы төртінші жылы, үшінші жыл чемпион болатын да. Сол жыл маған 6 тонна қара күріш берді, жаңағы премия есебінен 10.000 центтердің үстінде. Сол жаңа алған 6 тонна, 10.000 центтер бастырып алған 6 тонна менің кәсібіме ең бірінші жол болып есептелді десем, артық айтпаған боларым. Өйткені сол күрішті ауылда ол кезде жаңағы крестьянский дермен дейді ғой, ол кезде жаңағы қолдан жасалған. Сол дерменнен ақтатып, сол 48% ба, содан күріш шықты. Жаңа 6 тоннадан. Онда да әкем барып ақтатып алып келді. Үйден ол кезде жаңа кенеп қап, жаңа сары, кеңес дәуіріндегі 50 килограммнан қаптаған. Оны үйге келгеннен кейін жаңа әке-шешеміз тойға бір қаптан тойға апарғысы келді, мен бергім келмейді ғой. Сөйтіп есімде 6-7 теңге болып тұрған кезінде жаңа ақ күріштің бағасы. Шымкент облыс жағынан кісілер келіп, мен сол ақ күріштің килограммы 13 теңге 50 тиыннан саттым. Енді ақша бар, менің алдымда үлкен ағам бар, қазір Алматы қаласында тұрады. Сол ағам алдында Жигули подарок етіп кеткен. Ана Жигули мінгеннен кейін өзің тракторда, комбайнда жүрген адам, Жигули мінгеннен кейін барғың келмейді. Сөйтіп жаңа күрішті 13 теңге 50 тиыннан сатып, енді не істеймін деген ойға кетті. Сөйтіп бір күні Қызылорда қаласына келсем, Жигули бар астында. Көшеде бензовозбен бензин сатып тұр. Мен бензовозбен неге бензин сатпаймын? Соны көрші шаруашылықтан барып, арендаға өзі тұралап, бәрі бітіп жатқан кез айлық жоқ. Сөйтіп бір айға арендаға бензовоз беріңші деп. Соны жаңағы салық органдарына барып патент алып, сөйтіп бензовозбен бензин сатуды бастадым. Сол уақытта жалпы АЗС-тер жұмыс істеген жоқ толқын. АЗС жұмыс істесе де бензин болған жоқ. Бензин болған жоқ. Жабылып жатқан кездер ғой. Жалпы бәр жолдар жабылды. Кеңес одағы қирап. Сөйтіп жеке кәсіпкер деген жаңа патент алып, куәлік алып, кәсібімді бастап кеттім бензин сатудан. Енді әрине оған дейін жаңа Жигули болғаннан кішкене жаңа такси болдық, жүрдік. Ол машинаны жаңа шашататын да көрдік. Сосын көзіміз ашық болғаннан кейін сол жаңа алған 6 тонна күрішіміздің арқасында кәсіпке кірісіп кеттік. Содан бір ай жаңағы бензин сатып дәмін көргеннен кейін неге заправка салмасқа деген. Ана үлкен ағам болатын, ол кезде мен кәсіпті бастаған кезде ол кісі сол колхозда агроном болып жұмыс жасайды. Мен ол уақыттар үйленгеннен кейін барып жаңағы бағана сөзімді айтып өттім, жоғары оқу орнына түсуге мүмкіндік болмады. Сонда мен жаңа айтып өттім, үйленген кезім. Екінші бала болған кезде мен жаңа чемпиондығымның арқасында колхоз басқармасы мен Алматы қаласында жоғары оқу орнына жаңағы направление беріп, колхоздың атынан оқытамыз деп, бізге маман керек деп, сол заманда кеңес дәуірінде заман қиын болса. Сөйтіп мен Алматы қаласындағы үлкен жоғары оқу орнында студент болып шыға келдім. 2 балам бар. Сөйтіп бірінші оқуымды сол оқып бітірдім, жұмыс істей жүріп. Оған жаңағы ең бірінші қайталап айтайын, менің сол жұмысқа деген құштарлығымды барлығым колхоз басқармасы көрген болу керек. Сөйтіп жаңағы жолдаманың арқасын сол өзімнің жасаған еңбегімнің арқасында алдым деп есептеймін преке. Бірінші мамандық дейсіз ғой. Иә, бірінші мамандық. Сөйтіп жаңағы бензин саттық, сол Қармақшы ауданындағы 99 жылда, 2000 жылда Қармақшы ауданының үздік кәсіпкері деген абыройлы ол кезде беретін несі бір ана жүнденіп кететін палас болады ғой. Енді ол кезде жоқшылық кезі ғой. Соны беріп Мәзбөбеге қойды, Қармақшы ауданының ең мықты кәсіпкері мен екенмін деген. Ол ана адамға қанат бітіреді екен. Сөйтіп ол жалғыз онымен емес, май құю станциясын жүргізіп жүріп отырып КамАЗдар алдым. Ол кезде жаңа бензин таситын КамАЗдар деген
некен саяқ, әркімдерде ол жоқ. Сол мына жағымыз Арал Қазалы өзіміздің жаңағы май құю станциямызға тасиды, 2 болды. Және самосвалдар болды. Бас аяғы менде 8 КАМАЗ болды. Ол кәсіпкер. Кәсіпкерлікті дамытуға. Сөйтіп жүріп, 2000 жылдары жаңағы бірінші дипломды алдым ғой енді. Дипломды алғаннан кейін 98 жылы, жаңа 2003 жылы болатын. Бірінші оқуым менің қазіргі осы кездегі жасап жатқан жұмысын ауыл шаруашылығында жаңағы отрасақ АПК дейді ғой енді, жаңағы не бойынша руководство басқару. Сол диплом, сол менің ең бірінші осы кездегі жасап жатқан бірінші алған мамандығым ауылдың жолдама берген. Осы кездегі ауыл шаруашылық кешенін басқару. Кейіннен барып 98 жылы ол кезде Қазақ академиялық университеті болды, содан заң мамандығы бойынша диплом алып шықтым. Сіз ауыл шаруашылықты жеке кәсіпкер болып, сосын әкеңіз ба или кім айтты? Бар анау заңгер бол или өзіңіз ба? Қалай ойладыңыз? Өзімнің бір сол уақыттағы бір ойым алған мақсатым болу керек, сол заңгер болу. Заңгер мамандығы қазіргі жасап жатқан жаңа ауыл шаруашылығының кешені жаңа экономисі ғой, жаңа менеджер экономисі. Сол бойынша жалпы қазір пайда әкеліп жатыр. Көп пайда әкеліп жатыр. Содан 2001 жылдары осы сот әкімшісінде жұмыс жасадық. Онан кейін аға сот орындаушы болдым осы Қызылорда аумақтық учаскесінің. Онан кейін әр салада экономикалық сотта, екінші қалалық сотта дейміз, Тасбөгеттегі. Сонда қызмет жасадым. Сөйтіп жүріп мен президенттің указымен, жарлығымен мен осы Қызылорда мамандығы әкімшілік сотының судьясы болып, сол жерде 3 жылдай қызмет атқардым. Бұл әрине менің өміріме көп жаңағы бастамалар болды. Әсер етті, тәжірибе болды дейсіз ғой. Әсер етті. Қазіргі кезде қандай да бір қағаз мемлекеттік органнан болсын, басқа да жаңағы кәсіпкерлерден болсын, қағазын қараған кезде көзің ашық болғаннан кейін қиналмай көзің жүгіртіп отырсаң, мағынасын, мәнісін барлығын түсініп отырасың. Сөйтіп келіп, кейін сол судебный системада мемлекеттік қызметте жүріп, мен кәсіпкерлікке қайтадан ауысып кеттім. Енді ол тағдырдың маған берген, қалай деп айтсам да болады, сый деп айтсам да болады. Өйткені мен сол мемлекеттік қызметте жүре берсем, мен қазіргі кезде кәсіпкер болмас едім. Ал енді сол ең бірінші бағана айтып отқан сол 6 тонна қара күріштен басталған кәсіпкерлік қазіргі кезде, одан әкем 2004 жылы осы дөй шаруа қожалығын ашқан болатын. 10 жылдан бастап сол сот саласынан кеткеннен кейін сол әкем басқарып отқан дөй шаруа қожалығын егінмен айналысатын шаруашылық қой. Соның орынбасары болып жұмыс істеп, 2015 жылға осы кезде әлі жұмыс істеп жатқан Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 15 жылдың 2015 жылы сіз Ақтөбе Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің соны аштыңыз, иә? Ашқанда онда да бір қиындықтар, өзі кәсіпкерлік қиындыққа ұрынбай, өзінің кәсібі қай уақытта да алға қарай жүрмейді ғой. Инвесторларымыз кепілге қойып банктен несие алған ғой. Сөйтіп оны жаба алмай, кепілдікте оны банк сатамыз деп жатыр. Енді жаңа айтып отқан заңгер мамандығы бойынша сол кезде маған пайдасын берді. Сөйтіп жаңағы ауылдың бар жерлескерлерінің жерлерінің бәрі банк анау жаңағы несие қойған жерді қоймаған, алған ақшаларын қайтармағаннан кейін жерді сатамыз деп жатыр. Сол кезде мен директор болып сол ауылға келдім. Енді директор болып келген кезде менде отыратын кабинетте болған жоқ. Даже 1 квадрат метр қосалқы бөлшек қоятын, 1 квадрат метр немесе жаңа азық-түлік қоятын бірде-бір қойма болған жоқ. 2 этаж здание болды, төбесінен су ағып тұратын, ішінен буржуйка пеш қойып қойған ғой. 21 март күн салқын келді. Қосымша үлкен қарыз сіздің, сіз өзіңізге алып жатырсыз жауапкершілікті. Жоқ, қарызды өткен жаңадан ашылған жаңағы серіктестік жауапкершілігі шектеулі серіктестік болғаннан кейін оның правоприемнигі болып есептелінген жоқ. Сондықтан оның қарызын алған жоқ. Бірақ менің негізгі мақсатым кепілде қалған жерлерді шығарып алу керек. Шығарып алу. Әлі есімде сол 21 март күні директор болып бардым, жаңағы жиналыстың қорытындысымен. Сөйтіп барып 3 апрель күні мен сотқа талап арызбен жүгіндім. Жерді қайтару. 2016 жыл болу керек, 2015 жылы. 15 жыл ма? 21 наурыз күні келдім, 3 апрель күні бүкіл құжаттарының бәрін жинастырып, бас аяғы енді 2 аптаға жетпейтін уақыт қой. Мынадан бүйтіп алсақ 10 күн, мынадан 3 күн.
2 аптаға жетпей 13 күнде. Сөйтіп, әлі менде ана құжаттарым ішінде бірінші талап арыз берген күннің штампысымен, оригинал штампысымен, жаңа талап арызды қабылдаған күнмен ол кезде мына судебный кабинет деген қазіргі кездегі заманның жаңағы технологияның дамыған уақыты ғой, ондай кезде жоқ, жаңа бумажный тапсыратын уақыт қой. Сөйтіп келіп, соны бастадық. Содан енді жердің көлемі қанша? Жалпы біздің Ақтөбе ауылында инженерлік жүйеге келтірген 3500 гектар жер бар. 3500. Жердің бәрі кепілде қалып қойған. Сонымен келіп, бұны 1 жыл соттастық. Бірінші экономикалық сот өзінің жаңағы өзінің заңдылықтары көп қой, енді соттың қарайтын өздерінің істері болады, сөйтіп ауданға жіберіп, сөйтіп барып, ол жоғары сотқа дейін бардық. Жоғары сотқа дейін бір 9 ай дейін ба соны алып келіп 16 жылы болды сол кезде. Қарызда тұрғаннан кейін сатуға шығарып атты. Сөйте тұра сіз алам деген кезде ұзақ мерзімге созылды ғой. Бұл жерде не себеп болды сол кезде созылуы? Ұзақ мерзімге созылуы әрине өзі соттың бірінші инстанциясы, онан кейін апелляциялық сатысы, онан кейін ол кезде 16-шы сотталған кезде облыс соттың надзорный коллегиясы Қызылорданың өзінде болатын. Онан кейін барып Верховный соттың жаңағы несі болатын, өздерінің инстанциясы шешім шығару керек, иә. 2 айдың ішінде шешім шығару керек болса, оның күшіне енетін уақыты бар, пока апелляцияның уақыты бар. Тағы надзорға береді, одан Верховный сотқа береді. Әрине бұның бәрі уақыт алатын ғой, сол 8-9 айдай уақыт кетті, бірақ жаңағы айтып атқан 16 жылы сол жердің бәрін рәсімдеп, жаңағы барлық жер үлескерлеріне өздеріне тіркеп бердім. Бұл жерде енді әрине көп банк саласынан көптеген ұсыныстар болды. Жеке өзіңізге сол Ақтөбе елді мекенінде жатқан жердің бәрін өзінің жеке басыма жаңа рәсімдеуге, ана қарызды төлеуге біз мировойға барайық деген ұсыныстар болды. Бірақ мен онда халықтың алдына беріп қойған уәдем. Сонымен халықтың өзінің атына қайтарып бердіңіз. Қайтарып рәсімдедім. Қайтарып бергенде. Міне бұл да сонан кейін Алла тағала көріп тұрған шығар. Жаңағы жеріміз, жаңа инвестор сырттан келгеннен кейін сенің жерің ба, ол ластана ма, ол атыздар бұзылып кете ма, арғы жабы тегістеліп кете ма, оған қарамайды ғой. Олар жаңағы өнім алса, өзінің жаңағы салған ақшасын қайтарса, мақсаты сол, табыс тапса. Сол жердің бәрін инженері келтіруге мен осы әдепкі 7 жылдың ішінде директор болған. 1500 гектар жерді жиден жыңғылдан аштым. 1500 гектар бүкіл инженерлер жаңа айтып отқан 3500 гектардың енді 1100 гектары басқа шаруашылыққа кетті, қалғанын мен алып қалдым енді. 2400 гектар жерді. Енді Нұрлан Тұрғанбекұлы, бұл жерге байланысты мәселе түсінікті. Енді сол шаруашылықты жүргізген кезде неден бастадыңыз? Жер тегістеуден бастадыңыз. Жаңа айтқандай қандай техника пайдаландыңыз? Сол жөнінде айтсаңыз, енді кәсіпкерлерге сол жағы қызық болады. Енді жаңадан бастап жатқан қызметкерлерді қайдан алдыңыз? Сіз нольдан бастадыңыз ғой, получается. Иә, ол кезде 15-ші жылы мен жалғыз құрылтайшы болып кірдім. 15-ші жылы Ақтөбе жауапкершілігі серіктестігінің жалғыз құрылтайшысымын. Сөйтіп, бірақ жер рәсімделмеген. Енді жаңа мамандарға болатын болса, жергілікті жердің мамандары осы уақытқа дейін енді жұмыста жасаған, агрономы да бар, бригадир де бар, гидротехник де бар. Ол жағынан ол кезде ешқандай да қиындық болған жоқ. Кеңес одағынан қалған мамандар бар ғой. Өтелге өткізетін ғой енді. Сондай техникалар қалған. Енді ол кезде ең бірінші мемлекет тарапынан ашылып қойған Қазагро акционерлік қоғам болды. Оның ол кездегі бірінші жарнасы техникалыға, мысалы үшін бір техника 10 миллион болатын болса, или 100 миллион болатын болса, соның 10%, қазіргі кезде 15% болды. Соның первоначальный ақшасын төлейтін болсаңыз, сосын өздерінің транштары бар, сол бойынша процентімен. Ол кезде ең бірінші есімде ең жақсы мемлекет тарапынан болды, 4% берді, үстінде үстемесі. Сол жылдары енді мен өзімде жаңа айттым ғой, 10 жылы кәсіпке бардық, жаңа Deutsche шаруа қожалығымен. Онан бері 5 жылдай уақыт өтті. Оның үстіне жаңағы ауыр жүк машиналарымен жұмыс жасадық. Ол кезде жолдар салынып жатты, мына Батыс Европа, батыс сондай машиналар қосылды. Жалпы бүйтіп жатқанда қаражатым болды. Қаражатым болып, ана әдепкі жаңағы техникалар, заманауи техникалар, John Deere класс деген техникалар, жаңағы итальянский лазерный жер тегістегіш, Мара
деген жер тегіс техникалардың барлығын первоначальный ақшасын мен өзім қалтамнан төлеп барып алдым. Сөйтіп ол кездегі енді маған енді Құдайдың бір қарасқан жері тәуекелшілік менде басым болды да. Сол кезде осы көп өзіммен әріптес болып бастаған жігіттер қалай қорықпай алып жатсың деген мәселе. Сол кезде 186-та тұрған ақш доллары бұл скачок берді. Анау 400-ге дейін барды ғой бір. Кейіннен барып 350-ге түсті. Ақпан айында көтеріліп кетті ғой. Жоқ, август айында көтерілді. Август айында көтерілді ме? Бірінші көтерілді ме? 15. Мен оған дейін техниканың бәрін алып алғам. Маған енді бір Алланың берген сый деп қабылдауға болады енді. Қорықпай алдым. Мен жаңағы экскаватор погрузчик дейді, жаңағы кішкентай. Үлкен экскаватор жер қазатын. Қандай сумма алдыңыз? Кредит алғам ба? Лизинг. Енді бүйтіп қарасақ, мына қараңыз, енді бір несі, менің сверхлимиті кетіп қалған. Өйткені Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде лизингтен техника алу үшін ол 3 жыл тарихы болу керек. Мен енді амал жоқ, ана 2004 жылы ашылған жаңағы шаруа қожалығы дөйтпен жаңағы рәсімдедім. Сөйтіп барып дөйттің атына ол сверхлимиті кетіп қалды. Сөйтіп барып мені Қызылорданың агроқаржы филиалы, мына Казагрофинанстың Қызылорда филиалы қарай алмайды, лимиттен асып кеткенде мені Астана қарады. Менің дөйттен берген зайыптыларым. Бірақ ақшатын уақыт төлеп тұрғаннан кейін барлық договорлары, анау жаңа дөйт шаруа қожалығының бүкіл тарихы жаңағы жұмыс істеу жөніндегі бәрі дұрыс болғаннан кейін сөйтіп қорықпай 1,5 миллиардқа техника алдым. Сол кезде әлі скачок бермей тұрған кезде. Еще жаңа айтып отқан John Deere, Класс, Магдон деген комбайндарды, жаткілерді, комбайндарды мен қорықпай алдым. Қаншама техника алдым. Және тағы бір плюс болатын жері 15 жылы Ресейдің рублі құлады ғой. 2 теңге, 2-де 3-ге дейін, 2-де 5-ге дейін. Мен сол Ресейде шығып атқан жаңа ХТЗ деген тракторлар бар ғой, Украинамен бірге шығарып атқан. Жаңа Брянск қаласындағы. Содан мен көп жаңа ХТЗ тракторларын алып алдым. Бүйтіп қараған кезде копекке келді енді курстың есебі. Енді Алланың маған берген ол да бір сыйы шығар. Онан кейін енді мен өзімнің бұрынғы заңгер мамандығына дейін ауылда бастаған күріш егумен айналысқаным, жер жыртқаным, күріш жинағаным маған сол 15 жылдары нағыз керек болды дейсіз осы кезде. Керек болды. Менің сол уақыттары енді өнім алу үшін өзі жер жыртудан басталады. Оны әкем бригадир болды. Соқаның жаңағы регулировкасы дейміз ғой жаңа. Соның бәрін әкем мен трактор айдап жүрген кезде үйреткен болады. Соқан қанша неге дейін сантиметрге дейін баратын, оның тепе теңдігі. Бәрін. Соның бәрін әкем бригадир болып жүрген кезде әкемнің бригадасында жұмыс істедім, сол кісі үйретті. Комбайнның жаңа қоятын барабанның декларының регулировкалары бәрін әкем үйретті. Әкем енді өзі сол ауылда өскен, сол кісінің маған берген өмірдегі тәжірибесі осы кезге дейін әлі пайдалы білім пайдалы болып келе жатыр. Сөйтіп барып жаңа кәсіпкерлікке барып енді одан бастадық қой 15 жылы жақсы өнім алдық. Рекорд оражайлар. Сол оражай Қызылорда облысындағы рекордтық 3 мәрте Қызылорда облысының үздік шаруашыл деген абыройлы атақты алдық осы 10 жылдың ішінде. Оның ішінде 2-ші орын неше рет алдық, 3-ші орын неше рет алдық. Ауданның неше мәрте жаңа үздік шаруашыл деген құрметті атақты алдық. Ал онан кейін Ақтөбекада енді оның қаншама қарамағында 140-тай адам болды. Оның айлығын тауып беру. Өзі жаңа дымы жоқ, енді бастап атқан нәрсе. Олар ауылда тұрғындар тұрып жатыр. Олардың енді әлеуметтік жағдайы барлығы сол шаруашылық бастағаннан кейін өзіңе түседі ғой енді. Бірақ соның бәрін абыроймен алып шықтық. Қазіргі кезде мықты жаңағы айтып атқан басында айтып өттім ғой, 1 квадрат метр жаңа қойма болған жоқ. Қазіргі кезде өзіміздің өндірген күрішімізді 14-15 мың тонна күрішті мен өзімнің қоймаларын сақтаймын. Оған қатар сол күрішті өндірген күрішті жаңағы шикізаттай сату емес, оны өндіріп барып, қапқа салып, тұтынушыға жеткізетін дәрежеге барды. Және оның жаңа айтып атқан дүние тәуекелшілік. Мен сөйтіп жүріп, Южный Кореялық жаңағы қондырғылармен күріш ақтайтын зауыт қойып алдым. Сол маған енді
Кейін бірақ енді осы кезде олардың барлығынан құтылдым. Өзі ол кезде 10 жыл қалған, биыл 13 жыл ғой енді. Жаңа дөйттен алған, дөйт шаруа қожалығы, оның қарыздарының барлығын қазіргі кезде. Енді кейіннен алған техникалар, онан кейін тоқтатпайсыз ғой. Мына паркті жаңарту деген келешектің өнім алуына кепіл деп есептейміз. Онан бері жаңа списанияға ол келінген заманауи техникалар списанияға жіберіп жатқан жоқпыз. Оның үстіне қосып жұмыстар атқарып жатырмыз. Онан осыдан кейін біз енді айтып өттім ғой, жаңағы бірден бір шаруашылық фьючерске келісімшартпен жұмыс жасамайтын шаруашылықтың бірден бірі осы Қызылорда облысында. Осы Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Өйткені бір дәнімізді ешкімге бермейміз. Өзіміз жаңа өндіріп, өзіміз қаптап, упаковка жасап, тұтынушыға жеткіземіз. Осы Ақтөбе, осы егінмен айналысып жүргенде Қызылорда облысында енді ойыма ой кетті. Бұл енді қосымша бизнес болсын деп құс фабрикасына кірістік. Ол құс фабрикасын, Қармақшы құс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бұны да Қызылорда облысында жоқ дүние ғой енді. Осы бір ойымда жүрген дүние, оны облыс әкімдігі ол кезде облыс әкімі Қырымбек Елеуұлы Көшербаев болатын, СПК-ның басшысы Жанат жаңағы Саматқызы болатын. Сол кісі мен барғаным, бірақ ауылдың халқына жұмыс болсын, ана инкубаторный шкафтар болады ғой. Соны СПК арқылы алып беріп, ауылдың халқына менің жұмысшыларымды жұмыртқамен, етпен қамтамасыз ету. Жұмыртқаны алып, инкубатор басып шығарып, балапанды өсіріп, менің жұмысшыларым сөйтіп ауылға соған. Бірінші ой сондай болды. Енді оған Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігі гарант болсын деп сөйтіп барған. Ол кісі әкімдікке жеткізген, оны Қырымбек Елеуов естіген. Сөйтіп барып бір күні шақырып жатыр дейді. Сөйтіп құс фабрикасын салу жөніндегі ұсынысын мен жоққа шығармадым. Бірақ енді СПК мен жаңа Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясымен бірге бастадық. Сөйтіп кішкене енді созылды енді бұл жерде жасыратын. Өйткені инфрақұрылымына байланысты ол бөлінетін қаражаттардың барлығы жаңа жергілікті бюджеттен емес, ол республикалық бюджеттен бөлінетін болғаннан кейін кішкене созылды, сондай бір қиындықтар. Бірақ осы жаңағы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы Байқоңырдан алған ақшаны құс фабрикасын 23 жылы қосатын уақытымызда ақшасының бәрін қосудан 7-8 ай бұрын төлеп тастадық. Сөйтіп барып 23 жылдың мына қараша айында құс фабрикасын Қызылорда облысында бірінші құс фабрикасын қостық. Онан кейін енді қандай қиыншылық болды? Қалай құс фабрикасын ашқан кезде ешкімде қандай қиыншылық? Сол жерде енді мамандар қазір бізде жалпы жоқ қой мамандар. Мысалы, қай жерден алып жатырсыз мамандар? Қазіргі кезде сөзіңіздің жаны бар. Біздің Қызылорда облысында ертеректе кеңес дәуірінің кезінде жұмыртқа бағытындағы құс фабрикасы болған, Комсомолдан, өздеріңіз де білесіздер. Ол ет бағытында да, жұмыртқа бағытында. Біздің ол жұмыртқа бағытындағы. Біздің жасап жатқанымыз біз ет бағытындағы. Бройлер дейді ғой енді. Ол қиындау. Сөйтіп барып, жаңағы енді маман іздесек, біздің жергілікті жерде аймағымызда оның мамандары жоқтың қасы болып шықты. Сөйтіп мен ана технологтарды бірінші жаңағы құрылысшылар ғой енді. Құрылысшылар енді көп, бірақ сонда да 18 жылы құрылыс материалы менде металл каркас сэндвич панелімен істелген ғой, қазір заманауи технология. Соның әптеген кезінде мен темірінің бәрін алып алғам. Қазіргі кезде оның 4 есе бағасы кетіп қалды. Маған плюс болған жері сол. Құрылыс жұмысына жаңа темір сатқан компанияға өзінің монтажын қосып бердім. Менің тағы бір отырып кеткен жерім сол болды. Сөйтіп ол баға өсіп кетті. 19-20 жылы тіпті шыңғырып өзінің пикіне барды ғой металдың бағасы. Ал жаңа қиындық бізде маман жетіспеушілік. Оны Петропавл қаласынан солтүстік Қазақстан облысына алып келдім, Астана қаласына алып келдім. Осы кезде мына Орда басы құста жұмыс жасаған технологы, жаңағы врачы, ветеринарный жаңағы врачы, ветеринарный жаңа маманы, инкубатордың маманы барлығын мен сол Орда басы құстан алып келдім. Тараздың жігіттері келді. Мысалы, вот фабрикаға технолог керек, ветеринар керек, сосын анау қарайтын сол жерде ерекше режим болу керек. Ол қанша мамандар? Осы Қызылорда облысынан таппаған ай. Бізде енді бір айта кететіні, осы қаншама 2001-де халық тұрады, соның ішінде оқыған, биыл бітіріп келді жас маман. Именно жаңағы ветеринар жағын бітіріп келді. Оны сол дипломды әлі алмай атқан кезде анықтамасының бәрін барып кейіннен барып алып келеді ғой жұмысқа тұрғаннан кейін. Соның анықтамаларын беріп, сол бала қазір жақсы айлықта жұмыс жасап жатыр.
ауылдың тумасы. Ауыл тумасы сонда сыртта оқыған, бірден соны алып келдіңіз ғой. Кезінде ана Сіз қанша оған ақша төлейсіз? Жастар естесін, ауылдарды да ақша табуға болады ғой. Қазіргі кезде биыл кешегі жаздың күні жұмысқа қабылданды. Қазір 200 мың үстінде айлықпен кірді. 200 мың үстінде. Ал келешекте оның айлығы, ал оның алдындағы мықты мамандар 700 мыңға дейін, 600 мыңға дейін айлықтарын алып жүр. Келешекте бұның өзінің деңгейі соған болса, осы айлықты ол азамат та алады. Ал міне осындай қиындықтар орын алуда. Құс фабрикасын қосып алдық. Бұның енді ең бірінші мәселесі, ең қиын мәселесі, бұның жем мәселесі. Қазіргі кезде қосып алғанымызбен біз айналамызда жем заводы жоқ болғаннан кейін Қызылорда облысында жоқ қой құрама жем заводының. Қазір қанша тауық бар? Қазір әр қораға 35 мыңнан кетеді. 6 қораған есептей беріңіз. 35 мыңнан. Сонда 210 мың бір мезетте 6 қорада 210 мың тауық тұрады. Енді килограмм средний 1,7 минимальныймен алғанның өзінде 1,7, 1,8 мен алғанның өзінде қанша мың тонна ет екен. Сосын сіз қанша 3 ай или қанша ұстайсыз, сосын оларды соясыз, сосын сату керексіз. Қайтадан опять жұмыртқадан бройлер ғой негізі, иә? Өзі 6,5 оборот қой, 6,5-7 оборот қой. Жаңа бір салған 6 қора бір жылдың ішінде, 12 айдың ішінде 6,5 оборот жасау керек. Сонда еттің енді өзі мен жаңағы инкубациялық жұмыртқаларды Түркия мемлекетінен алдырам. Ол самолетпен Алматы қаласына ұшып келеді. Алматы қаласынан Қызылорда қаласына арнайы техникамен жеткіземіз. Өзінің режимі бар, 14-18 градус аралығында жаңағы плюс 14-18. Өйткені жұмыртқа жаңағы жан бітіп кетпеу керек. Сөйтіп инкубаторға әкеп өзіміз салдырамыз. Оны ауылдың қыз-келіншектері де қазіргі кезде үйренді. Әдетте кезде бір өмірі көрмеген нәрсе бір таңсық болып көрінген, кейін бірақ үйреніп кеттік. Онан кейін жаңағы 21 күн инкубацияда тұрса, 35-36 күн қорада балапан болып шыққаннан кейін қора тұрады. Бас аяғы үшін 2 айда сойылады ғой, 2 айға жетпейтін уақытта. Құрама жем заводын салсақ, онан кейін өзі біздің Қызылорда облысындағы мына жолаушылар тасымалы автобустары бар ғой. Ол газбен жүреді, газдың ішінде метанмен жүреді. Бұл мына тауықтан шығып жатқан саңғырықтар, қилары, помет дейді орыстар. Осылардың өзінен метан шығаруға болады екен. Әрине оның құрылғыларын біздің Қазақстанда шықпайды. Жаңа құс фабрикасының бүкіл қондырғысының бәрі Қазақстанда бірде-біреуі шықпайды. Шетелден келген. Ең жақыны Қытайдан келген. Жаңағы айтып жатқан сол жалғыз метан шығару емес, одан шығатын қара шірінді. Қара шірінді гумустың сұйытылған түрін шығаруға да болады. Келешекте көптеген жоспарларымыз бар, бірақ енді соған әрі қарай іске асыра берсек, бірінші кезекте мамандар керек. Мен енді өзімнің жаңа 109 қазақ орта мектебі деп айтып өттім ғой, осында неше жыл бойы барып, мектеп бітірушілермен 10 класс оқып жатқан әлі бір жыл бар. Сол мектеп оқушыларымен де келешекте бізде бәрі заңгер болады, бәрі сот болғысы келеді, бәрі прокурор болғысы келеді. Сол мамандықтарды қойып, келешекте өзіңіздің нан тауып жейтін мамандығыңызды қабылдаңыздар. Егер де оқып жатқан оқуларыңызда грант арқылы түсе алмайтын болса, мен шаруашылықтың есебінен сіздерді оқытам деген уәдеге дейін бергем. Қазіргі кезде осы қазір ғана құс фабрикасы кеше 23 жылдың қараша айында қосылғаннан кейін ата-аналар келуде. Қандай мамандыққа балдарымызды оқытайық дейді ғой. Өйткені жаңағы айтып өттім ғой, жас маман 200 мың үстінде айлық алады. Ертең келешекте олар бас маман болатын болса, жаңа айтып отқан айлықты олар да алады. Сондықтан оларға үйінен кіріп, үйінен шығады. Жаңа вақтыға айлап 15 күнде вақтовый методпен жұмысқа кетпейді. Семьясы бала шағасының қасында сөйтіп өмір сүреді ғой. Қазіргі кезде ата-аналардың тарапынан ұсыныс маған енді келіп жатыр. Біздің ғана қазақ өзі зорға дегенде оянатын сияқты болып кетті ма, соңғы уақытта сондай болып кетті ғой. Жалпы бізге былайынша жалғыз құс фабрикасы емес, ауыл шаруашылығына, егін шаруашылығы бойынша қарапайым токармен сварщиктің өзі жеткізбейді. Дәнекерлеушімен темір жонатын қарапайым. Қолайлы жағдай жасау үшін мемлекет не істеу керек? Дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылатын болсақ, біз кәсіпкерлікті бірінші кезекте дамытуымыз керек. Өйткені дамыған мемлекеттердің бюджетіне ақша салатын кәсіпкерлер
Сондықтан да мына кәсіпкерлікті әрі қарай дамыту үшін біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өткен осы кәсіпкерлерге байланысты мораториялар жариялап, бұл кәсіпкерлерге мен өз тарапымнан түсінгенім көп плюс болды деп есептеймін. Ең бірінші мен енді келешекте мына кәсіпкер болғысы келетін азаматтарға, азаматшаларға ең бірінші ойланып барып тәуекелшілік, рискі дейді ғой, рисковать етіп жұмыс жасау керек, және ойланғанда да не болса соны ойлау емес, келешегі бар нені ойлап барып жұмыс жасаған дұрыс қой, абзал ғой деп ойлаймын. Сұранысқа сәйкес жұмыс жасау керек дейсіз ғой. Өйткені мен өзімнен алатын болсам, енді әрине уақыт қарайтын болса, мен Қызылорда облысында жоқ дүниелерді істеп жатырмын. Өйткені келешекте оның сұранысы болатын нәрсе. Жаңағы құс фабрикасы да, жаңа айтып жатқан газ шығаруы да, гомос шығаруы да, құрама жем зауыты да, бұның барлығы Қызылорда облысында жоқ дүниелер. Сондықтан да не нәрсе болса да ойланып барып, ойланып, бір шешім қабылдаған дұрыс қой деймін. Сізге үлкен рахмет. Жалпы қазір сізде егіс кезеңі басталды. Сол егіс өте мықты өтсін. Соның нәтижесінде қоймаңыз толы болсын өнімімізге. Рахмет. Ал біз сіздермен қоштасамыз. Сау, саламат болыңыздар.